Соңғы күндері әлеуметтік желіде ауыр бір айып қайтадан тарай бастады. Қазақстаннан жүздеген баланы шетелге, нақтырақ айтқанда ақш-қа сатып жіберген деген сөздер айтылып жатыр. Бұл әңгімеде ең көп аталатын есім Сара Назарбаева. Бұл шындық па? Әлде халықтың ашу-ызасынан туған кезекті қауесет пе? Бүгін осы тақырыпты сабырмен, бірақ жасырмай талдаймыз. Бұл әңгіме кеше ғана шыққан жоқ, оның түбі 1990 жылдарға барып тіреледі. Кеңес одағы ыдырағаннан кейін Қазақстанда мыңдаған жетім бала болған. Сол кезде шетел азаматтарына бала асырап алу жүйесі іске қосылды. Осы арқылы ақш-қа, Европаға, басқа да елдерге қазақстандық балалар кеткен. Ресми түрде бұл бала асырап алу деп аталды, бірақ уақыт өте келе халық арасында басқа сұрақтар пайда болды. Неге дәл ақш? Неге нақты саны айтылмайды? Бұл істің артында кім тұр? Сол кезде қоғамда бөбек қорының аты атала бастады. Ал ол қордың негізін қалаған адам Сара Назарбаева. Осыдан кейін халық арасында балалар сатылды ма деген күдік пайда болды. Бұл әңгіменің кең тарауына бірнеше себеп бар. Біріншіден, билікке деген сенімсіздік. Екіншіден, 90-шы жылдардағы құжаттардың жабық болуы. Үшіншіден, нақты есептің жоқтығы. Қанша бала кетті, қайда кетті, кім арқылы кетті, ашық айтылмады. Төртіншіден, Сара Назарбаеваның халық арасындағы жағымсыз бейнесі. Көп адам оны биліктің символ ретінде қабылдайды. Сол себепті кез келген ауыр айып оңай сіңіп кетеді. Ең басты сұрақ, шын мәнінде балаларды сатты дегенге нақты дәлел бар ма? Қазіргі күнге дейін сот шешімі жоқ, ресми айыптау жоқ. Халықаралық тергеу жоқ, құжат жарияланған жоқ. Яғни бұл сөз факт емес, дәлелденбеген айып. Бірақ бұл мына бір мәселені жоққа шығармайды. Неге бұл тақырып ашық зерттелмеді? Неге қоғамға толық есеп берілмеді? Неге архивтер жабық? Мәселе сатты ма, сатпады ма дегеннен де тереңде болуы мүмкін. Тіпті егер бәрі заңды болған күннің өзінде де мына сұрақ ашық қалады. Неге қазақтың балалары өз елінде тәрбиеленбеді? Неге оларды қазақ отбасыларына беру жүйесі жасалмады? Неге мемлекет сол кезде жетім балаларға жағдай жасай алмады? Міне халықтың ашуы осыдан шықты. Бұл бір адамның мәселесі емес, бүтін жүйенің мәселесі. Сонымен, Сара Назарбаева қазақ балаларын ақш-қа сатты деген сөз дәлелденбеген факт. Бірақ бұл тақырыптың өзі халықтың ішкі ашуын, әділетке деген сұранысын, өткенге деген ренішін көрсетеді. Бұл сұрақтар ашық қалды. Балалар тағдыры қалай шешілді? Қанша бала кетті? Қандай негізбен кетті? Кім жауапты болды? Жауап берілмейінше мұндай әңгімелер тоқтамайды. Ал сен қалай ойлайсың? Бұл шындық па? Әлде жабық қалған тарихтың көлеңкесі ме? Пікіріңді жаз, бірақ эмоциямен емес, оймен талқылайық.